One Piece әлемінде теңізді кім билейді? Бұл қарақшылардың ең жоғарғы сатысы. Бүкіл әлем қорқатын йонкалар. Олар мемлекеттерімен тең күш, флоттармен соғыса алатын императорлар. Бүгін біз One Piece тарихындағы ең қауіпті топ 5 йонканы анықтайтын боламыз. Соңында шынайы номер 1 кім екенін білетін боласыңдар. Ендеше кеттік. Бесінші орында Big Mom, Tottaland ханшайымы. Big Mom теңіздегі ең қорқынышты әйел. Ол тек қарақшы емес, өзінің жеке мемлекетінің билеушісі. Оның сол дьявол жемісі адамдардың жанын алып, оларды тірі заттарға айналдыруға мүмкіндік береді. Big Momның армиясы балалары мен гамелдерден тұрады. Ол ешкімге сенбейді, бірақ күш жағынан йонко деңгейі сөзсіз. Алайда оның әлсіз тұсы бар. Ол ашуланған кезде бақылауын жоғалтады. Яғни ол осы арқылы әлсіз жағын көрсетеді. Сондықтан бізде 5-ші орында Big Mom. Төртінші орында Черная Борода, қараңғылық пен хаос. Черная Борода One Piece'тегі ең қауіпті және ең айлакер йонко. Ол тарихта екі дьявол жемісін бірдей қолдана алған жалғыз адам. Бірі қараңғылықты, екіншісі жер сілкінісін басқарады. Черная Борода ашық шайқастан гөрі арқадан соққы жасағауды ұнатады. Ол баяу өсіп келе жатқандай көрінеді, бірақ шын мәнінде ақырғы босқа айналуы мүмкін. Бұл адам болашақтағы ең үлкен қауіп және финалдағы Луффидің басты қарсыласы деп есептеледі. Сондықтан ол йонкалардың тізімінде 4-ші орын алып отыр. Үшінші орында Шанкс, қылышсыз патша. Шанкс ең жұмбақ йонко. Оның армиясы аз, дьявол жемісі жоқ, бірақ беделі орасан көп. Шанкс хакидің абсолюттік шыны. Ол тек көзқарасымен қарсыласын тоқтата алады. Тіпті әскери флот пен әлемдік үкімет оның сөзіне құлақ асады. Экранда сирек көрінсе де, Шанкс йонкалардың арасындағы ең қауіпті саяси күш. Ол үлкен Маринфорд шайқасының өзін тоқтата алған және сол жерде өзінің төрелігін айтқан мықты йонкалардың бірі. Сондықтан бізде Шанкс 3-ші орынға ие болып отыр. Екінші орында Кайдо, ең мықты тіршілік иесі. Кайдо туралы біз бір ғана сөз бар, ол құбыжық. One Piece әлемінде бірге бір болса, әрдайым Кайдоға бәстес. Ол жеңіп шығады. Ол айдаһар формасына айнала алады. Оның денесін зақымдау мүмкін емес деуге де болады. Кайдо мыңдаған сарбаздан тұратын армиясы бар және жеңілмейтіндей көрінеді. Ол күш жағынан йонкалардың абсолютті көшбасшысы. Сондықтан бүгінгі біздің тізімімізде Кайдо 2-ші орынға ие болып отыр. Көптен күткен 1-ші орынға да келдік. 1-ші орын теңіз патшасы Белаус. Белаус шынайы император. Ол Роджермен тең шайқасқан, теңізді шайқай алатын, бүкіл әлемді дірілдеткен адам. Оның күші тек физикалық емес, оның идеологиясы болды. Белаус үшін экипаж ол отбасы. Ол билік үшін емес, өз адамдары үшін соғысты. Сондықтан да ол тарихтағы ең ұлы қарақшы, ең ұлы йонко. Сондықтан ол бүгінгі біздің тізімімізде 1-ші орынға ие болып отыр.
Сонымен достар, видеомыздың соңына да жақындадық. Йонколар бұл жай ғана қарақшылар емес, бұл One Piece әлемінің шынайы билеушілері. Ал сен үшін ең мықты Йонко кім? Комментке жаза кет. Пікіріңді қалдыр, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпа. Біз сені әр видеомызда күтеміз. Бізбен бірге болыңыздар.